Сәлем достар, бүгін біз мәліметтер типі және айнымалылар тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ Python және C++ тілдеріндегі ерекшеліктерге тоқталамыз. Программаны қосқанда жадыларды қолдану процесін қарастырып көрейік. Алдымен компьютерді қосамыз. Компьютерді қосқанда BIOS деп аталатын жүйе жұмысқа кіріседі. BIOS бұл Base Input Output System, яғни енгізу шығарудың базалық жүйесі. BIOS компьютерді құрылғыларын алдымен диагностикадан өткізіп шығады. Одан кейін hard дисктен, нақтырақ айтсақ, жүктеу секторынан операциялық жүйені жүктеуші программаны іздейді. Егер ол жүйе табылса, соны іске қосады. Ол программа операциялық жүйені оперативті жадыға жүктеп, басқаруды операциялық жүйеге беретін болады. Жалпы процессордың бірнеше жұмыс істеу режимі бар, яғни привилегиясы бар. Нақты адрестермен жұмыс істеу режимі бар және қорғалған режимде жұмыс жасайды. Операциялық жүйені жүктеген кезде, операциялық жүйе осы жоғарғы привилегияда жұмыс жасайды. Одан кейін барып, операциялық жүйе процессорды қорғалған режимге көшіреді. Сонда кез келген программаны біз іске қосқан кезде, ол қорғалған режимде жұмыс жасайды. Яғни аппаратпен тікелей жұмыс жасамайды. Операциялық жүйе программаны компьютер жадысынан түсірген кезде біз оны процесс деп атаймыз. Және ол процесс бізде адрестер кеңістігін бірнеше бөліктерге бөледі. Яғни процесс жұмыс жасаған кезде оған белгілі бір орын бөлінеді және ол бөлінген орындарды бірнеше топтарға бөледі. Бірінші бөлігіне программаның коды өзі орналасады. Екінші бөлікке константалар орналасады, немесе литералдар орналасады. Яғни бұл тек оқуға арналған жадының бөлігі. Бұл жадының бөлігіне біз ақпарат жаза алмаймыз, тек оқи аламыз. Тағы бір бөлікке жаһандық айнымалылар, яғни глобалды айнымалылар және статикалық айнымалылар түсетін болады. Және бізге ең маңызды екі бөлік бар, бұл heap және stack деп аталатын бөліктері бар. Stack бұл LIFO принципімен жұмыс жасайтын бөлік, яғни last input, first output, яғни ең соңғы кірген бірінші болып шығады. Stackқа функциялар түсетін болады. Яғни функциялар орындалу барысында алдымен stackқа түседі. Осы функцияның ішіндегі локальды айнымалылар stackтен орын бөлінеді. Яғни бұл stackқа түсетін функциялар және функцияның ішіндегі локальды айнымалыларға қанша орын бөлу керек екені алдын ала белгілі. Сол себепті stackке бөлінетін орындар программа компилятордан өту барысында анықталып қойылады. Программа іске қосқан кезде stackтен қанша орын бөлу керек және ол бөлінген орынға қандай ат беру керек екендігі белгілі болады. Егер функция жұмысын аяқтаған кезде ол stackтен алынып тасталынады. Соның нәтижесінде stackнің ішіндегі айнымалылар да жойылады. Яғни айнымалылардың өмір сүру уақытысы бұл функцияның жұмыс істеу уақытысына тәуелді. Егер бізге айнымалыларымызды функциядан тәуелсіз, яғни оның жұмыс істеу уақытысын тәуелсіз қарастырғымыз келсе, онда біз айнымалыны, яғни мәліметті heapқа орналастыру керекпіз. Heap бұл программа жұмыс істеу барысында бөлінетін орын. Яғни программа жұмыс істеп жатқан кезде оған, яғни деректерге орын бөлу қажет болатын болса, осы heapтан бөлу керек. Сәйкесінше stackта бізде қанша орын бөлу керек екендігі нақты білетін болсақ, демек оны біз реттелген деп қарастыруға болады. Stackпен жұмыс жасайтын айнымалылар, және ол жерден мәліметтерді сақтау және оқу анағұрлым жылдамырақ жұмыс жасайды. Ал heapта сақтау және ондағы ақпараттарды оқу процесі өте жылдам емес. Сол себепті, егер біз ақпаратты ұзақ сақтағымыз келсе, және программа орындалу барысында ол жерден орын бөлгіміз келсе, онда біз heapты пайдаланамыз. А егер бізде локальды айнымалылар функцияның ішінде орналасатын болса, онда біз stackте орналастыратын боламыз. Бізге ең керегі, ең маңыздысы бұл жердегі stack және heap. Stack, яғни қазақшасы жинақ, орысшасы стопка, ал heap қазақшасы үйме, орысшасы куча. Біз негізінен осы екеуіне қарайтын боламыз. Яғни stack деген бізде LIFO принципімен жұмыс жасайды. Last input, first output. Яғни ең соңғы болып кірген функция ең бірінші орындалатын болады. Stackте функциялар орналасады және функцияның ішіндегі локальды айнымалылар осы stackте орналасады. Stackке орналасады айнымалылардың қанша орын бөлу керек екендігі белгілі, алдын ала белгілі. Яғни программаның компилятор барысында компилятор оны анықтап қояды. Программаны іске қосқан кезде уже компьютер жадыны бірден
қажет орынды алып алады. Және стекте орналасатын мәліметтерге біз ат бере аламыз. Олар айнымалылар. Және функция жұмысын аяқтағаннан кейін стекте орналасқан функция және оның ішіндегі айнымалылар жойылып кетеді. Керісінше хипта біз айнымалыларды ұзақ мерзім сақтағымыз келсе, және программаны орындалу барысында белгілі бір мәліметтерге орын бөлу қажет болса, біз хипті пайдаланамыз. Және хипта орналасатын айнымалыларға біз ат бере алмаймыз. Біз олардың тек адресімен ғана жұмыс жасай аламыз. C және C++ программалау тілінде мысалдар қарастырып көрейік. Алдымен айнымалын анықтаймыз. Ол үшін, мысалы, бүтін типті x айнымалысын құру үшін int x тең 7 деп анықтауымыз керек. Бұл бізде айнымалын анықтау оператор деп аталады. Айнымалын анықтау дегеніміз бұл айнымалыны жариялау және объектіге жадыдан орын бөлу. Бұл жерде айнымалыны анықтау деген бар, және айнымалыны жариялау деген бар. Айнымалыны жариялау дегеніміз объектіге атау беретін операторды айтамыз. C және C++ тілдерінде айнымалыны анықтап көрейік. Мысалы, бүтін типті x айнымалысын анықтайық. Және оның мәні 7-ге тең болсын. Егер бұл функцияның ішінде болса, мысалы біздің жағдайымызда main функциясының ішінде деп қарастырып көрейік, онда бұл айнымалы стектің ішінде анықталатын болады. Яғни алдымен стекке main функциясы түседі, және main функциясының ішінде 7 деген мәні түсетін болады. Және бұл бөлінген орынға x деген ат беретін боламыз. Егер біз басқа типтегі y айнымалысын құратын болсақ, бұнда да сол жағдай қайталанады. Яғни айнымал деп тұрғанымыз сонда компьютер жадысынан бөлінген орынға берілген ат екен. C және C++ тілдеріндегі меншіктеу операторына назар аударып көрейік. Мысалы, бізде бүтін типті x айнымалысы құрылған болсын. Бізде бұл жерде назар аударатын нәрсе 7 деген мәні бар, және орналасқан жері 0x1001 деген адресте орналасқан. Енді x айнымалысына біз 8 деген санды меншіктеп көреміз. Бұл жерде x айнымалысының мәні ғана өзгереді, адресі өзгермейді. Енді тағы бір y деген айнымалыны анықтап көрейік, және оған біз x-ті беретін болайық. Бұл жерде x-тің мәні көшіріледі. Егер біз y-тен 9 десек, онда тек қана мәні ауысады. Орналасқан жері өзгермейді. Бұл C және C++ программалау тіліндегі меншіктеу операторының ерекшелігі. pythontutor.com деген бір сайт бар. Сол сайтқа кіріп тексеріп көрейік. Алдымен C және C++ тілден қарастырайық. Мысалы, C++ тілін көреміз. Мысалды қарап көрейік. Мысалы, бізде A деген айнымалын жариялап көрейік. Және x деген бүтін типті айнымалыны анықтап көреміз. Және оның мәні 7-ге тең. Сонымен қатар y деген long типті бүтін санды айнымалыны анықтаймыз. Оның мәні 3-ге тең. Бұл жерде қараңыздар, компьютер жадысын 2 үлкен топқа бөлген стек және heap деп. Main функциясы бізде стекке түседі. Және сол main функциясының ішіндегі x айнымалысы да және y айнымалысы да стекке түскен. Байқасаңыздар, A деген айнымалыға ешқандай орын бөлінбеген. Ол жай жариялау. Егер біз оған бір мәнді беретін болсақ қана, оған орын бөлінеді. Тағы бір функция құрып көрейік. Мысалы, title деген функцияны құрып көреміз. Бұл функцияның ішіне бірнеше айнымал құратын болайық. A деген бүтін типті айнымалын құрамыз, және оның мәні 5-ге тең. Одан кейін x айнымалысын құрамыз, ол да бүтін типті, және оның мәні 12-ге тең. Және y нақты типті
айнымалыны құрамыз және оның мәні 12-де 7-ге тең. Сонымен қатар біз z айнымалысын жариялаймыз және одан кейін барып оған 13 деген мәнді меншіктейміз. Title функциясын қолдану үшін алдымен оның прототипін сипаттауымыз керек. Және title функциясын main функциясының ішінде шақыратын болайық. Енді жасаған программамызды визуализ жасап көреміз. Қараңыздар, стектен бізде main функциясына орын бөлінді және алдын ала a, x, y-ге орын бөлініп қояды. Яғни компиляция кезінде, яғни компилятор бұл программаны қосқан кезде қанша орын бөлу керек екенін біледі. Және ол бөлінген орындарға қандай ат беру керек екенін де біледі. Яғни жұмыс істеу барысында тек қана оның ішіндегі мәндері ғана ауысып отырады. Мысалы, a деген айнымалыға орын бөлінді, жаңа ат берілді. X деген айнымалыға орын бөлінді, және ат берілді, және Y деген айнымалыға орын бөлінді, және ат берілді. Ал қанша орын бөлу керек екенін мәліметтердің типі анықтайды. Integer мысалы 2 байт немесе 4 байт орын бөлінеді. Long бізде 4 байт немесе 8 байт орын бөлінеді. Қараңыздар, title функциясына келген кезде title функциясы стекке түседі. Және сол стектен тағы басқа айнымалылар құрылады. Яғни title функциясының ішіндегі локальды айнымалыларда орын бөлінеді. Бұл жерде title функциясының ішіндегі a мен main функциясының ішіндегі a екеуі екі бөлек айнымалы екенін көріп тұрсыздар. Title функциясы жұмысын аяқтағаннан кейін ол стектен алынып тасталынады. Және title функциясының ішіндегі барлық айнымалар да сонымен бірге жойылады. Ары қарап title функциясы жұмысын аяқтағаннан кейін ол стектен алынып тасталынады және main функциясына программаның қайтадан оралады. Ары қарап a тең 90 тағы басқа операторлар жұмысын жалғастырады. Енді Python программалау тіліне оралайық. Python программалау тілінде айнымалыны анықтау қалай жүзеге асады екен? Жалпы Python тілінде айнымалы деп атаған дұрыс емес. Себебі бұны біз объектіге сілтеме деп атаймыз, object reference. Және меншіктеу деген операторды байланыстыру деп атаймыз. Бұның өзінің себебі бар. Соны қарастырып көрейік. Python программалау тілінде айнымалыны анықтауға мысал қарастырып көрейік. Мысалы, x-тен 7 деген айнымалы құрып жатырмын. Яғни x деген бұл жерде айнымалы. Мен айнымалы деп жатқаным себебі ішіндегі мәні өзгеретін болғандықтан айнымалы деп жатырмын. Бірақ техникалық жағынан дұрысы сілтеме деп айту керекпіз. Яғни x деген сілтеме құрып жатырмыз және ол 7-ге тең. Бұл жағдайда бізде стекті де және хипті де қарастыру керекпіз. 7 деген мәніміз бұл жерде объект құруға көмектеседі және объекттің типін де анықтауға көмектеседі. Яғни 7 деген литерал бізде бейнесі арқылы Python интерпретаторы оның integer екен типін анықтайды. Объекттің өзі бізде хипта орналасады, ал стекта сол орналасқан объекттің адресі сақталатын болады және оған ат беріледі. Мысалы x. Егер y-тен 12-де 5 дейтін болсақ, бұл жерде 12-де 5 деген литерал арқылы объекттің float тип екенін анықтайды және оны хипқа орналастырады. Ал бұл объекттің адресін стекте орналасқан y айнымалысын сақтайды. Python программалау тілінде байланыстыру операторына назар аударайық. C++ тілдерінде бізде меншіктеу деген болатын. Ал Python тілінде бұны байланыстыру деп атайды. Бізде хипта p-object объектісі құрылады, ал стекта сілтеменің аты берілетін болады. Және ол сілтемеге біз объекттің адресін сақтаймыз. Бұл жердегі байланыстыру амалы адресті көшіру болып саналады. C және C++ тілдеріндегі меншіктеу амалы бұл мәндерді көшіру болса, Python тілінде бұл адрестерді көшіру болып саналады. Және бұл жерде тағы бір үлкен назар аударатын нәрсе сілтемелер саны.
Бұл сілтемелер саны арқылы garbage collector, яғни қоқыс тазалаушы, қажетсіз объектілер тазалап отырады. Яғни компьютер жадысынан өшіріп отыратын болады. Мысалы, p-object объектісінің сілтемелер саны 0-ге тең болған кезде, ол объект ешкімге керек емес деген сөз. Демек, ол объектіні хиптан алып тастайды. Аса мән беретін нәрсе бұл жерде теңдік белгісі, бұл байланыстыру операторы болып саналады. Бұл адрестердің көшірмесін алады. Ал C және C++ тіліндегі теңдік белгісі бұл меншіктеу операторы болып саналады, және ол мәннің копиясын алады. Python тіліндегі кодтың орындалуын визуализация жасап көрейік. Мысалы, x деген айнымалы құрылды, яғни объектіге сілтеме дегенді мен айнымалы кейде сілтеме деп айтамын. X деген сілтеме құрылды, және оның мәні 7-ге тең. Y деген сілтеме құрылды, оның мәні 8-ге тең. Және Z x-тің адресін көшіріп алады. Бұл жерде қараңыздар, frames және objects деп бөлінді. Бірақ frames'ті stack деп қарастырыңыздар, objects'ті бұны heap деп қарастырыңыздар. Просто Python терминологиясында бұл жерде frames objects деп бөліп тұр. Қараңыздар, x-та, y, z-те барлығы стектан орын бөлінеді. Ал біздің 7-8 мәндеріміз heap-тан орын бөлінеді. Және бұларды Python тілдерінде объект деп атайды. Яғни heap-тан бөлінген орынға сақталған мәнді объект деп атап тұр. Python тілінде де бір функция құрып көрейік, және ол функцияның атын title деп атайық. Яғни бұл жерде бірнеше айнымалыны немесе сілтемені құрамыз. X сілтемесін, оның мәні 10-ға тең, A сілтемесі, оның мәні 12-ге тең, және B сілтемесі, оның мәні 18-ге тең. Және C сілтемесі, ол A-да сақталған адресті көшіріп алады. Және біздің негізгі программамызда title функциясын шақырайық, қолданайық. Және одан кейінде біз бірнеше айнымалыны құратын болайық. Байқасаңыздар, программа қосылған кезде программа title функциясын оқыды және оған объект құрды. Python тілінде барлығы объект болып саналады. Яғни функцияның өзі де объект. Ол да бізде белгілі бір компьютер жадысынан орын алады және оның аты title болып сақталды. Одан кейін x сілтемесі құрылды, 8, y сілтемесі құрылды, z сілтемесі құрылды. Және title функциясын орындауға келген кезде біздің программа кодының ағыны, яғни орындалу ағыны title функциясының ішіне ауысып кетті. Және сондағы кодты орындап шықты. Және ол жерде анықталған айнымалыларға, яғни сілтемелерге де орындар бөлінді. Және title функциясы жұмысын аяқтағаннан кейін бізде функция белгілі бір ақпарат қайтарады. Егер біз return деп анық көрсетпеген болса, онда бізге non типі қайтарылады. Бұны біз кейінірек жеке тоқталатын боламыз. Title функциясы жұмысын аяқтағаннан кейін оны стектен алып тастайды. Ары қарап x-тен сәлем, z-тен 12-5 қолданылады. Байқасаңыздар, x-тің мәні бізде integer типінен жолдық объекттің типіне ауысып кетті. Бұл бізде динамикалық типтеу деген білдіреді. Яғни айнымалының мәні әртүрлі типтермен жұмыс жасай алады. Ал C++ тілдерінде ондай емес. Оның мәні тек қана сол айнымалы анықталған типке сәйкес келу керек. Мысалы, біз int x деп құрған болсақ, демек тек ол бүтін сандармен ғана жұмыс жасай алады. Бұны статикалық типтеу деп атайды. C және C++ программалау тілінде де бұл heap, яғни үймені қолданудың мүмкіндігі бар. Бұған бір арнайы айнымалылар құрылған, оның аты нұсқағыштар деп аталады. Жалпы бұл тақырыпты біз кейін өтетін боламыз. Сіздердің алдарыңызға C тілінде нұсқағыштарды қалай қолдану керектігі көрсетілген. C++ тілінде де мұндай мүмкіндік бар, және ондағы командалар сәл бөлектеу. Жалпы Pythonның интерпретаторының өзі C тілінде жазылған, сондықтан Pythonның ішкі механизмде осы нұсқағыштар арқылы жүзеге асырылған. Нұсқағыштар орысша указатели, ағылшынша pointer. Бұл жерде malloc операторы heap-тан integer объектісі сиятындай орын бөледі, және одан кейін оның адресін x айнымалысын сақтап қояды. Ал x айнымалысы бұл бізден стекте сақталады, және нұсқағыштардың міндеті тек адрес сақтау. Және осы адрес арқылы heap-тан бөлінген орынға белгілі бір мәндерді сақтай аламыз, және оқи аламыз. Және Pythonның тағы бір ерекшелігі, біз heap-тан бөлінген орынға C тілінде және C++ тілінде өзіміз тазалау керекпіз. Және ол объектіге бөлінген орынға біз тазалап отыру керекпіз. Ол үшін C тілінде free деген команда қолданылады. C тіліндегі нұсқағыштармен жұмыс қалай жүзеге асырылатынын қарастырып көрейік. Және C тілінде heap-ті қалай қолданылатынын қарастырып көрейік. Мысалы, бізде main функциясы бар.
және main функциясының ішінде t2 деген нұсқағыш қолданылған. Және программада бізде title функциясы бар. Title функциясында да бізде жай қарапайым стектен орын бөлінетін локальды айнымалылар бар, және t1 деген нұсқағыш бар. Және нұсқағышқа орын бізде heap'тан бөлінеді. Көріп тұрсыздар, heap'тан орын бөлінді. Және оның типі белгілі, integer. Бірақ қанша орын бөлу керек екенін біз сол тип арқылы анықтаймыз, int арқылы. Мысалы 4 байт орын бөлу керек болса, значит integer. 8 байт орын бөлсе, онда long. Ал стектегі нұсқағыштың ішіне біз тек сол heap'та бөлінген объектінің адресін сақтайтын боламыз. Және title функциясы жұмысын аяқтағаннан кейін title функциясы жойылып кетеді, және оның ішіндегі барлық айнымалыларды жойылады. Соның ішіндегі нұсқағыштың аты да жойылады, t1 де жойылады. Мына жерде сайтта қазір барлық жойылып кеткен секілді көрсетіп тұр, бірақ шындығында бұл жерде heap'тан орын бөлінді және ол жойылмай қалып қалды. C және C++ тіліндегі үлкен проблема алып келетін осы жағдай. Яғни біз бөлінген орынды тазартып кету керекпіз. А Python тілінде оған арнайы программасы бар. Интерпретатордың ішінде арнайы garbage collector деген программа қызмет етеді. Сол жадын тазартып отырады. Ал C++ тіліндегі программисттер оны қолмен тазарту керек. Егер біз тазартпаса, онда heap'тан орын тазармай осылай бөлініп қала береді. Нәтижесінде бізде компьютер жадында орын жетпей қалуы мүмкін. Яғни бұны жадының ағып кетуі деп атайды. Мысалы, бізде main функциясында мына жерде t2-ге әдейі тазартып жатырмыз. Яғни free деген команда бізде жадыны тазартады. Және t2-ге 0 деген арнайы мән беріп қояды. Яғни ол ешқандай адрес сақтап тұрған жоқ деген мағынаны береді. Жалпы бүгінгі сабағымызда Python және C++ тілдеріндегі айнымалыларды анықтаудың басты ерекшеліктеріне назар аудардық. Соларды қарастырып көрдік. Енді келесі сабақтарда біз Python тіліне жеке тоқталатын боламыз. Және C++ тілдеріндегі айнымалыларды анықтау қалай жүзеге асатынын жеке тоқталатын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар, кездескенше.